Қазақтың ұлы ғалымы 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған демократтық, ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі, шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы Шоқан Уәлихановқа биыл 185 жыл. Ол өз заманының феномені. 30 жыл өмір сүріп артына өшпес мұра қалдырған көрнекті тұлға Шоқан Уәлиханов туралы 5 дерек ұсынбақпын. Бірінші дерек. Шоқан Уәлихановтың сүйікті авторлары Деккенс пен Теккери. 12 жасқа дейін Шоқан орыс тілін білмеген, тиісінше әлемдік әдебиетті оқуға мүмкіндігі болмаған. Омбы кадет корпусына кіргеннен кейін ғана аталмыш авторларды зерттей бастайды. Шоқан тез жетілді. Орыс жолдастарына шаң қаптырып кетіп отырды. Олар Шоқанға қызыға қарайтын. Ол өте қабілетті еді. Оқуға түспес бұрын да сурет салды деп еске алады Потанин. Екінші дерек. Шоқан Уәлиханов әзілқой, сәнқой болған. Тарих пен мәдениеттің ұлы білгірі ретінде Шоқан өзіне әдемі мүсіншілер сатып алудан, сирек кездесетін кітаптар сатып алудан бас тартқан жоқ және үлкен сәнқой болған деседі. Шоқан әрқашан ұқыпты киініп жүрген. Қыста ол құндыз жағалы әскери пальтода жүрсе, тырнақтарына дейін ұқыптылықпен қарап, бір саусағында тырнақты қытайша өсірген екен. Шоқан әдемі заттарды өте жақсы көрген. Алайда ол заттарды бағасына қарап емес, суреті үшін, бейнеленген ой үшін таңдаған. Үшінші дерек. Айғаным әжесінің маноры Шоқан Уәлихановтың суреттері бойынша қалпына келтірілді. Айғаным қонысы солтүстік Қазақстанның ең көрнекті туристік жерлерінің бірі. Бұл көркем шатқалда 19 ғасырдың басында император 1 Александр жарлығымен Уәли ханның жесіріне арналған манор салынды. Үлкен қоршалған аулада қонақ бөлмесі бар үй. Қызметшілерге арналған үй, мектеп, мешіт, медресе, монша және тұрмыстық қосымшалар болған деседі. Төртінші дерек. Шоқан жары Айсарамен 6 ай ғана өмір сүрген. Уәлихановтың өмірінің соңғы жылы оның өмір баянында аз зерттелген. Верныдан Омбыға барар жолда ол өзін нашар сезініп, Алтынелмел пикетіне жақын сұлтан полковник Тезек Нұралиннің ауылына түседі. Сол ауылда шамамен 1 жыл қоныстанып қалады. Біраз уақыттан кейін денсаулығына байланысты оған осы ауылда қалып, Қытайдағы мұсылмандардың ұлт азаттық қозғалысының дамуы туралы ақпарат жинау ұсынылады. Бірақ бұл ауылда Шоқан Уәлихановты ұстап тұрған жұмысхана емес, Тезек сұлтанның немере ағасы Көшен Ералиннің қызы дала сұлуы Айсара болатын. Күзде олардың некелері қиылады, бірақ өкінішке орай олардың некесі ұзақ уақытқа созылмаған екен. Жарты жылдан кейін Шоқан Уәлиханов қайтыс болады. Олардың балалары болмаған. Ал Айсара әмеңгерлік дәстүр бойынша ағасы Жақыпқа әйел болады. Бесінші дерек. Шоқан өлімінің құпиясы. Шоқан Уәлиханов туберкулездің ашық түрінен қайтыс болды деп есептеледі. Алайда қазіргі зерттеушілер бұл нұсқаны күмән деп санайды. Ол қымызды өте жақсы көретін, ал қымыз туберкулездің бетін қайтаратыны баршамызға мәлім. Шоқанның замандастары да ауруға сенімсіздікпен қарады. Сібір әкімшілік оның Санкт-Петербургте патшамен танысқанына, патшаның оң қабақ танытқанына ренжіді деп жазады Гейнс. Барлық деректер құпия түрінде қалды. Бірақ бұл аздаған үзінділер Уәлихановтың империяның шет-шетіне қуғындалып, кейіннен уланып өлтірілгенін көрсетеді деп есептейді Дастан Елдесов. Қалай болғанда да ұлы ғалымның өлімнің құпиясы әлі де ашылған жоқ. Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға Шоқан Уәлиханов тарих, тұлға, уақыт атты Шоқан Уәлихановтың өмірбаянын қамтитын кітапты ұсынамын. Келесі Шоқан Уәлиханов, яғни Аруна баспасының даңқты адамдар топтамасы бойынша шығарылған кітабы. Сондай-ақ Жарылқап Бейсенбайұлының Шоқан Уәлиханов историко-биографическое повествование атты кітабын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Сонымен қатар Шоқан Уәлихановтың шығармалар жинағының 1-ші томы. Нұғыман Баяндин «Дала жұлдызы», Сапарғали Бегайның Шоқан асулары атты кітаптарының барлығын біздің Саран қаласының орталық қалалық кітапханасынан оқи аласыздар. Келіңіздер.